Қарағанды облысы әрдайым көп этносты аймақ болып қала береді. Бүгінде мұнда 100-ге жуық этнос бейбітшілік пен келісімде өмір сүреді. 90-шы жылдардың басында бізде өңірде этносаралық келісім мен бейбітшілік моделі қалыптасты. Дәл осы жерде алғашқы этномәдени орталықтар ашылды. Ассамблеяның хатшылығында 1999-2005 жыл аралықтарында мен қызметте болдым. Ол кездерде облыстық кіші ассамблея деп аталатын. Жалпы ассамблея адамдарды белсенділікке, қайырымдылыққа, мейірімділікке баулитын институт ретінде халық арасында белгілі. Ассамблея тәрбие мектебіне де айналды деп айтуымызға болады. Ассамблея жанынан құрылған аналар кеңесі, ақсақалдар кеңесі жұмыс жасап, жас ұрпаққа тәрбие беруге көмегін аянбай жұмсап келе жатқан ұйымдар. Қарағанды облысындағы Қазақстан халқы ассамблеясы этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға елеулі үлес қосады. Өңірлік ассамблеяның бастауында Петербург неміс қоғамының, Қазақстан кәрістер қауымдастығы филиалының, еврей мәдениеті және ихлас татар башқұрт орталығының, грек авгий, вайнақ шешен ингуш орталығының мүшелері мен басшылары болды. Развитием нашего общества, развитием Ассамблеи народа Казахстана приоритетные задачи сегодня это приобщение к казахской культуре, овладение государственным языком. В нашей области для деятельности этнокультурных объединений созданы самые лучшие условия. Это прекрасный дом дружбы, это отлично оформленные кабинеты, где этнокультурные объединения могут заниматься своей работой. Алғашқы мәдени орталықтардың жұмыс тәжірибесі фольклорлық іс-шараларды насихаттаудан тұрды. Олар дәстүрді жаңғыртып, ана тілін үйренудің қадамын жасады. Жексенбілік мектептер құрылды. Балалар халық қолөнерінің қарапайым әдістерін, халықтық әдет-ғұрыптарды, ойындарды үйренді. Жылдар өте жаңадан құрылған ұлттық мәдени орталықтардың саны артты. Тәжірибе жинақталды. Этносаясат саласындағы білім жетілдірілді. Облыстық ассамблеяның беделі артты. Қазақстан халқы ассамблеясына 7 құрылым кіреді. Ғылыми сараптамалық топ 2010 жылдан бастап этносаралық қатынастар саласында ғылыми зерттеулерді анықтап, үйлестіре отырып облыстың эко-жұмыс тәжірибесін зерделей отырып жұмыс істейді. Ученые наших вузов, колледжей, которые объединились в эту группу, поначалу было их немного, 10 человек, теперь 25. Ну и кроме того, что мы создали эту самую группу, каждый из ученых ведет свою тему, свою, которая ему интересна в научном плане. И вместе с тем это соприкасается с темой Ассамблеи народа Казахстана, то есть межэтническим согласием, с народным единством. Мы собираемся, когда нужно обсудить задачи, поставленные президентом, мы собираемся, когда есть актуальные, неотложные вопросы. Буквально в этом году мы создали молодежный клуб нашей научно-экспертной группы. Это ребята из разных вузов, магистры, преподаватели молодые, те, которые только начинают путь в науке. И мы хотим, чтобы это было не просто подпоркой нашего, так сказать, коллектива, солидного, авторитетного, но и заделом на будущее. Ассамблея ел бірлігінің кепілі, елдегі түрлі қиын кезеңде бірге үйесіп, көмекке асығады. Былтырғы су тасқыны кезінде Қазақстан халқы ассамблеясы зардап шеккендерге көмек көрсету үшін жүректен жүрекке акциясын жариялады. Қарағанды облысының Жомартжан орталығы осы акциясында гуманитарлық көмек жинай алды. 100-деген адам тасқыннан зардап шеккендердің қайғысына бейжай қарамай көмекке келді. Қазақстан халқы ассамблеясы кәсіпкерлерді, белсенділер және жанашыр жандарды біріктірді. Жомарджан в переводе на русский язык звучит как милосердная душа или благородная душа. Поэтому в первую очередь Жомарджан — это про милосердие и про благородство. Этот год для Ассамблеи является юбилейным, и мы ставим перед собой самые амбициозные задачи. Призываем каждого, кто неравнодушен к судьбе своего народа и своего края, вступать в наши ряды и творить благие дела. Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысына жастарда белсенді тартылды. Мысалы, жастар ассамблеясы түрлі бағыттар бойынша жұмыс істейді. Жалпы ассамблея жастары облысымыздағы барлық іс-шараларға белсене қатысып, өздерінің азаматтық ұстанымдарын көрсетіп келеді. Табиғи апат
салдарынан зардап шеккен облыстарға барып, еріктілер көмек берген болатын. Мектепке жол, жасыл аймақ, таза Қазақстан, біз біргеміз акциялар аясында көптеген игі істер жүргізілді. Қарттар үйіне еріктілер тұрақты түрде барып көмектесіп тұрады. Сонымен қатар үміт жобасы аясында иесіз жануарларға көмек көрсетілуде. Қарағанды облысында 80-нен астам ақсақалдар кеңесі жұмыс істейді. Одан бөлек 130-дан астам аналар кеңесі отбасыларды қолдауға бағытталған тиімді құрал. Басты мақсат бейбітшілік пен келісімді нығайтуға жәрдемдесу, ұрпақты туған жерге деген сүйіспеншілік пен қоғам алдындағы жауапкершілікке тәрбиелеу. 30 жылдық жемісті жұмыс барысында Қарағанды облысының Қазақстан Халқы Ассамблеясы келісіммен бірлескен іс-әрекеттер арқылы барлық қиындықтарды жеңіп, елдің ұзақ мерзімді дамуына үлес қосып келе жатқанын көрсетті. Біздің түріміз бөлек, тілегіміз бір, дініміз бөлек, жүрегіміз бір. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қарағанды облысына келген іс-сапарында халықты бір болуға шақырып, адалы еңбек ету біздің мызғымас құндылығымыз деп атап өтті. Себебі еліміздің бейбітшілігі біздің ортақ еңбегіміздің нәтижесі ғана емес, келер ұрпаққа өнеге болып қала бермек. Халқымыз еңбекпен тапқан нан тәтті деп бекер айтпаған. Шын мәнінде маңдай термен келген табыстың қадірі бөлек болады. Шын мәнінде біздің отанымыз бір, мемлекетіміз бір, халқымыз бір, сондықтан әрқашан бірге болайық ағайын. Сегодня здесь в мире и согласии живут и созидают десятки этносов, внося весомый вклад в устойчивый прогресс нашей страны. Принцип нашей государственной политики – единство в многообразии. Незыблем. Мы разные, но мы равные, и мы едины.